Ақылдың кені арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Эссені жазудың оңай жолдары. Эссе түрлі салада жазылады. Философия, тарих, әдебиет, саясат, тағы басқа. Автор эсседе жеке көзқарасын білдіреді, және шығарма мен эссе екі бөлік нәрсе. Эссенің көлемі шектеулі, тақырыбы еркін болады, әрі бірінші жақтан жазылады. Сонымен эссе жазарда тақырыпты ойлан. Тақырып туралы не білесің, не ойлайсың? Осы туралы жазғанда тезистік пікір шығады. Тезис эссенің құлақ күйі. Кіріспеде проблеманы анықтауың қажет. Тым ұзатпа. Тақырыпты дамыт. Тезистік пікіріңді дәлелдеу үшін түрлі теория, факт, болжау, идея, теңеу, сұрақ қою, тағы басқа секілді ақпараттарды қолдануыңа болады. Көзқарасыңды жеткізу үшін бар білімді пайдалан. 2-3 абзацы төңіректе. Бұл негізгі бөлім деп аталады. Өзектісі де осы. Тақырыпты түйінде. Бар жазғаныңды қорытындылай білу маңызды. Негізгі бөлімде ананы да, мынаны да айтып алып, арғысын өздерің неғыландар деп тастап кетіп жүрме. Қисынын тауып, нүктесін қой. Эссенің тұздықтары. Жеке көзқарас, фактілі дәлелдер, теоретикалық негіздеме, терминдер, цитаталар, әртүрлі көзқарастарды мысалға алу, логикалық заңдылық, сауаттылық, юмор, сарказм, қолданылатын ғылыми еңбектерге сілтеме. Эссенің кемшіліктері. Проблеманың ашылмауы. Тақырып сол күйі түсініксіз қалды. Автордың жеке позициясы көрінбейді. Теоретикалық негіздемесі жоқ. Терминдерді орынсыз қолдану. Тым қарабайыр. Диалект, сленг, жаргон сөздерге толы. Логика жоқ, қисынсыз қорытынды. Шабыт болса, ештеңе ойламай, тоқтамастан жазып таста. 1 сағаттан кейін қайтадан оқы. Жазудан түзету оңайырақ. Жазғаныңды дауыстап оқы. Тіреліп, оқуға қиналған тұсын түзет. Эссені қинау үшін жазғызбайды. Ой пікіріңді сауатты жазып жеткізе алу өзіңе керек. Осылай сыни ойлау қабілетін қалыптасады. Ал қазір сыни ойлай білмесең, жұрт соңында қалдың деген сөз. Сыни ойлау жайлы келесі постымызда айтамыз. Ақылдың кені арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.